Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар, құрметті жанкүйерлер, қайырлы таң. Бізде таң енді атып жатыр, ұйқыдан тұрып жатырмыз. Командада болып жатқан ақпараттар, жаңалықтар туралы бір-екі ақпарат бере кетейін. Интернетте қазір қарап отырмын. Әр түрлі ақпараттар толып кетіпті. Тіпті таңертең оянып қалып, біз өзіміз оқып таң қалып жатырмыз, ойбай осындай болып жатыр ма деген сияқты қалып. Енді интернет, әлеуметтік желі түсінікті ғой, енді көп сайттар болсын, басқа ақпарат құралдары болсын, қаралым жинау үшін, өздерінің рейтингтарын көтеру үшін шындыққа жанасатын, жанаспайтын әртүрлі ақпараттарды жазып жатыр, жаза береді де. Ол бұрын да болған, одан кейін де бола береді дегендей. Біз туралы да бола береді, Гена ағамыз туралы да болған, бізден кейінгі боксшылар туралы да бұндай жаңалықтар бола береді. Өйткені қазір спортшылар көп оқылып, көп қаралатын заман болды. Сондықтан бір-екі ақпарат айта кетейін. Жанкүйерлер өте жақсы біледі біздің команданы. Біз өзіміздің жанкүйерлермен өте ашық, тығыз қарым-қатынастамыз. Командадағы қандай да бір жаңалық болсын, оқиғалар болсын, бірден бөлісіп отырамыз. Өз жанкүйерлерімізді ақпаратсыз қалдырғымыз келмейді. Сондықтан ішкі кухняны да білесіздер, деректі фильмдерге таспалап өздеріңіз назарларыңызға ұсынып отырамыз, әртүрлі жағдайларды көрсетіп отырамыз. Өйткені бізге тілеулес болған ағайындар бізді мынау Америкада жүрген әлем чемпионындағы өзгерістерді білу керек, хабардар болып отыру керек деп өзім солай баста шешім қабылдағанбыз. Сол стильде, сол жолда осылай ашық өздеріңізбен байланысқа шығып, әңгімемізді айтып, жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Енді өздеріңіз білесіздер, біз 2018 жылы Арман қуып келіп едік. Қазір біздің команда сол 2018 жылғы команда емес. Қазір Аллаға шүкір 2-1 әлем чемпион титулы бар командамыз. Жәнібек екі тұжырымның әлем чемпионы. Сондықтан да баяғыда қарсыластармен жеңіл келісіп жекпе-жек өткізе беруші едік. Қазір өкінішке қарай ондай жағдайда емес екенбіз. Басқа деңгейге шығып қалған екенбіз. Чемпиондармен келіссөз жүргізу, чемпиондарды көндіру, олармен жекпе-жек алудың өзінің әжептәуір машақаты бар екен. Ол мынандай емес екен. Сен чемпион, мен чемпион, мә құжат, әкел құжатыңды, келісімшарт қол қойдық, жекпе-жек өткіздік деген сияқты олай біте салатын шаруа емес екен. Міне 1,5 ай болды, енді 2 айға жуықтап жатыр. Америкада осы келіссөз мәселесімен күнді күнге ұрып уақыт өткізіп жатырмыз. Күніге әртүрлі оқиғалар болып жатыр. Бұл сондай деңгейде екенбіз қазір. Өте бір сабырлық пен табандылықты, ыждахаттылықты, шыдамдылықты қажет ететін сәтте тұрмыз қазір. Қолды бір сілтеуге де болмайды. Сондықтан ешкімге ренжуге де болмайды бұл жерде. Өйткені Америкада бұл кәсіпқой бокс спорттан бұрын бизнеске құралған. Сондықтан чемпионның өзінің менеджерлері бар, өзінің промоутерлік компаниялары бар. Біреулер үшін, мәселен, чемпиондық титул қызық болатын болса, біреулер үшін сол чемпиондық титулдан қанша ақша істейміз деген мәселе қызық болып тұрады бұл салада. Сондықтан неге сендер ақшаны көздеп жатсыңдар, неге сендер атақты көздеп жатсыңдар, неге сендер абыроймен жүрсіңдер, неге сендер титулды қуалап жатсыңдар деп ешкімге бұл жерде ешкім өкпелей алмайды. Ешқандай жеке мәселе емес, тек бизнес деген сияқты сөйтіп жүретін адамдар бар екен. Бәріміз күтіп жүрген, сағына күтіп жүрген, көптен бері мақсат қылып жүрген жекпе-жектің бір 75-80% шешіліп қойып еді. Әні-міне деп негізі өткен апта құжаттарға қол қоюымыз керек еді. Бірақ бүгін кеше, таң енді атты ғой, кеше тағы бір өзгерістер болып жатыр екен. Сонымен сөйлесіп ақылдасып жатырмыз. Мынау Кроуфордтың Канелоны жеңгені, одан кейін оның орта салмаққа түсемін дегені орта салмақтағы атмосфераны өзгертіп жіберді. Бірден кәдімгідей әні-міне болайын деп жатқан шаруалар соған байланысты болмай қалып, бәрі сол чемпиондардың өздері ұстап қалып, үлкен ақшаға жекпе-жектерді сатуды көздеп отыр деген сияқты. Сондықтан осындай бір сәттерге түсіп қалдық. Канелоның жеңілсе екен деп ойлайтын едік. Жеңілгенде бізге пайда болып жатқан жоқ. Сондықтан осы кәсіпқой бокстың қыр-сырын енді қатты түсініп жатырмыз енді. Сөйлесіп жатырмыз енді. Осы аптада тағы да переговорлар болады. Бүгін Құдай қаласа таң атып жатыр. Тағы да сөйлесеміз. Барынша мейлінше
чемпионмен шығудың жолдарын жасап жатырмыз ағайындар. Біздің команданы білесіздер, ақша үшін бокс жасатын команда емес. Біздің мақсатымыз сол 4 титулды алып, тарих жасап, бір қазақтың баласы әлемде 4 титулды алып, бір тарихта қазақ деген оймен ғана жүрміз. Сондықтан барлық нәрселеріне былай айтқан кезде көндігіп жатырмыз қазір. Қалай деп жатыр, біз жарайды, чемпион болса болды деген сияқты біз көніп жатырмыз. Бірақ соның өзінде әртүрлі жаңа айтқандай атмосфералар өзгеріп кетіп жатыр орта салмақта. Көреміз енді. Күтеміз. Енді ары қарай бізде көп күте беретін уақыт жоқ. Егер бір нәрсе болмаса, біздің міндетті қарсыластарымыз бар. Титулды қорғауымыз керек. Титулды қорғамасақ тағы болмайды. Оны да көре жатамыз. Жаңалық осы қысқаша ағайындар. Көңіл күй ең басты, барлығы тамаша, мотивациямыз бар, мақсат айқын, көңіл күй түсірмейміз, сынбаймыз. Ешкім бізге 4 титулды оңайлықпен бере салмайтынын білеміз. Әртүрлі қиындықтар болатын, кедергілер болатын білеміз. Ең басты сол кедергілерде сүрініп қалмай, алға қарай жылжып отыруымыз керек. Ағынмен ары қарай өз жағаға барамыз, Құдай қаласа. Бұдан да қиын кезде тойға барғамыз дегенде қазақтың сөзі ғой. 2 титулды алудың жолында да неше түрлі қиындықтарға тап болғанбыз. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен еңсергенбіз, оны да өткенбіз, ол белесте бағындырғанбыз. Сондықтан тағы да 3-ші, 4-ші титулды қосу үшін одан да қиындықтар, одан да биік белестер тұрады. Шаршамай, жанып кетпей, қобалжымай, уайымдамай оны да еңсеру керек. Тарих жасау деген оңай шаруа емес. Сондықтан Құдай қаласа барлығы жақсы болады ағайындар. Осы біздің кішкене ақпараттарымыз. Ең бастысы амандықта. Айтпақшы, жаттығуымызды толық бастап кеттік. Сол баяғы жаттықтырушымыз Брайан Вилориямен жұмыс істесіп жатырмыз. Өйткені Брайанның әлі бізге беретіні мол деп ойлаймыз. Аяқта жүргізу, жылдамдықта жұмыс етуді Брайан өте жақсы меңгертіп жатыр, шыңдап жатыр Жәнібекте. Сол Брикхаустамыз, Калифорния штатындамыз. Кондишнинг коучтарымыз сол Джо баяғы Луис екеуі. Құдай қаласа дайындықты шыңдап пысықтап жатырмыз. Енді чемпиондар келісті ағайындар, бірақ енді олардың артынан жүгіріп жүре бермейміз ғой біз. Біздің міндетті қарсыластарымыз бар, жаңа жоғарыда айтқанымдай WBO-ның, IBF-тің. Біз қаласақ та қаламасақ та сол WBO-ның президенті бізге міндеттейді сол қарсыластарды. Баяғыда Михайловичті міндеттеп еді IBF, сол сияқты WBO-ның бірінші орында тұрған міндеттейді. Сондықтан чемпиондар болса чемпиондармен, болмаса сол титулды қорғап, Құдай қаласа жекпе-жек өткіземіз. Біздің анау 3 жыл бұрынғы тренерімізден біздің бір журналистер сұхбат алып, сол тренеріміз бір-екі пікір айтып жіберді бізге қатысты. Соның бір-екі журналистер хабарласып, осыған байланысты бір пікір айтып жіберсеңіз деп жатыр. Мен айттым, айналайын, адам жамандайтын уақыт жоқ қазір дедім. Қазір ол туралы пікір айтсаң, кемшіліктерін айтасың. Өткен кезде бүйтіп жіберді, негізі ана жерде мынандай істеу керек еді, өйтіп жіберді деп кемшіліктер айтылады. Сөйтіп бір адамды бір адамға жекпе-жектік қоямыз. Қалған нәрсе артта қалды. Біз ең басты ешкімнің ақысын жемейміз, жеген де жоқпыз. Құдай сақтасын, болашақта да жемейміз. Әр нәрсенің өзінің ақысы болады, өзінің құны болады. Сондықтан кім не айтса айта берсін, соны қозғап жүрген журналистер де аман болсын. Енді біз чемпиондық деңгейде болған екен, бір интригалық осындай жаңалықтар, бір елді елең еткізетін жаңалықтар шығарғысы келеді адамдар көп оқырман жинап. Біз алға қарап жүреміз, артқа қарамаймыз. Наша страна, она сейчас в данном момент очень сильно нуждается в правильных Тимошенко. Я был, то есть я одно поколение, второе будет, да, чтобы быть следующим, всегда ради кого-то просыпаются, равняются, забрать вообще все. Должен быть героем следующего. Америкаға келіп, мінекей 3-ші аптамыз өтіп жатыр. Толығымен адаптациядан өтіп алдық. Қазір толық жаттығуды бастадық. Құдай қаласа жекпе-жектің уақытысын күтіп жатырмыз. Көп ұзақ уақыт күткеніміз осы міне қазіргі таң. Екі белбеудің иелері де қашып жатыр. Соңғы Қазақстандағы сәуірдегі жекпе-жектен кейін келіссөздердің барлығы сол кезде басталған. Қазір 5-ші айға кетіп отыр. Әлі келісе алмай жатырмыз. Біздің тараптан промоутерлер, менеджерлер барлығы қолдарынан келген жасап жатыр. Енді бұнда қиын болады деп ойламадық. Бұндайға ұшырауымыз бірінші рет. Иә? Енді кәсіпқой бокс болғаннан кейін
жанагы биздин карсылаштын тарапынан ар түрлүү кулук жана кулуктар істелүү мүмкүн. Сондуктан да биз барлығына дайым болуу керекпиз. Кай убакытты, кай датаны берсе де биз Кудай кааласа сол убакытка дайым болобуз. Бизде Казакстанда 4 белбөөдү эч ким алмаган әлі. Сол биздин айкын максатыбыз, жоспарыбыз қазір Казакстан тарихында калуу, 4 белбөөдү алып, абсолют чемпион болуу. Соған жұмыс істеп жатырмыз қазір. Кудай кааласа аз калды. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жаттылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар арғанды. Үшін барында сатқандар, қою үшінде тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның